Қайырлы күн, қымбатты Назар FM тыңдаушылары. Отбасылық бағдарлама «Мен кім, ол кім» атты тақырып бізде бүгін бір-бірінің айырмашылықтарын қабылдауға және бір-біріне деген көзқарастарды өзгертуге көмектеседі. Адам тұлғалық қасиеттерді түсіне бастағанда ол оның жақын адамдармен, яғни ата-анасы, балалары және достарымен айырмашылығын түсінуге дайын болады. Жиі кездескен жағдайда сенім мен басқа адамның арасындағы айырмашылық сені қатты мазалайтын жағдайда, яғни келіспеген жағдайда, сен ол адамнан қашқақтайсың. Бірақ егер ол адам сенің отбасыңның бір мүшесі немесе досың болған жағдайда, сен қарым-қатынастан қашатын болсаң, көп нәрсені жоғалтасың. Осы бір-біріміздің айырмашылықтарымызды, мінез-құлқымызды танып білу жанжал тудыртатын аймақты анықтауға көмектеседі. Яғни әлі үйленбеген жас қыз жігіттер достық қарым-қатынас кезінде бір-бірлерінің мінез-құлқын, бір-бірлерінің айырмашылықтарын түсіну өте маңызды. Егер жас қыз бен жігіт бір-бірінің қасиеттеріне деген сыйластық болса, қарым-қатынас жақсы жағына қарай өзгереді. Тіпті қарым-қатынастары ажырасуға дейін, яғни жеткен болса, болған жағдайды түсінушілікпен қарап, бейбіт шешіммен шешуге әкеледі. Тұлғалық айырмашылықты түсіну некедегі немесе атқаратын рөлдерді дұрыс бөлісуге, сүйіспеншілікпен жыныстық қатынасты, қаражатты дұрыс басқаруға және басқа да мәселе тудыртатын жағдайларды шешуге көмектеседі. Қуат алудың қай тәсілі сізге тән. Әр адамның екі жағы бар. Біреуі, яғни сыртқы әлемге негізделген, көңіл көтеруге, адамдарға және заттарға бағытталған. Келесі ішкі әлемге, ойларға, қызығушылыққа бағытталған. Әртүрлі, бірақ бір-біріне толтырушы біздің табиғатымыз, адамдардың көбісі туғаннан сыртқы немесе ішкі әлемнен қуат алуды қалайды. Бүгін осы екі түрлі адам бар. Біреуі айталық экстраверт. Экстраверт адамдар әдетте ашық болады және сыртқы әлемге, адамдарға негізделген. Адамдармен сөйлесу арқылы қарым-қатынаста болғанды ұнатады. Заттарға іс-әрекет арқылы, талқылау арқылы үйренеді. Қызығушылықтың кең ауқымымен рахаттанады. Бірінші істеп, яғни кейін ойланады. Тез сөйлесіп кетеді және адамды баурап алады. Қарым-қатынас құруды және жұмыста белсенді адамдар бұл экстраверт адамдар болып саналады. Енді интроверт адамдар қандай? Ішкі жан дүниесінде негізделеді. Кейде оның санасы өте белсенді болғандықтан сыртқы әлем үшін жабық болады. Жазу арқылы адамдармен қарым-қатынасқа түскенді ұнатады. Заттарға ойлану, толғану арқылы үйренеді. Терең мағынасы бар қызығушылықтардан рахаттанады. Алдымен ойланып, толғанып, кейін іс-әрекет жасайды. Жеке қалғанды ұнатады және ұстамды. Бір істі ақырына дейін істеп бітіретін адамдар бұл интроверт адамдар деп айтылады. Неге мен осылай бөліп экстраверт, интроверт туралы айтып кетіп жатырмын? Өйткені әлі дос болып жүрген қыз-жігіттер өздерінің осы қай салаға жататынын, мінез-құлқын анық білгені олардың болашақтағы қарым-қатынасына, болашақтағы некесіне үлкен әсері бар. Қабылдау немесе түсінудің қандай да жолы сіз үшін автоматты немесе табиғи, оны да анықтап білу керек. Экстраверт және интроверт, біріншіден некеге тұрғаннан кейін саналы деңгейде жеке қалуға деген қажеттілік болады. Осыған орай үй шаруасын жоспарлауды жанжал туындамауы мүмкін. Экстраверт адам қарым-қатынаста қандай да ашықтау және оны әлеуметтік деңгейде қатынаста болу қанағаттандырады. Ол дем алу үшін отырыстарға баруды мүмкін және сол секілді интроверт
дем алу үшін отырыстардан қашуы да мүмкін. Яғни некедегі екі адам, осындай біреу экстраверт, біреу интроверт адамдар осындай әрекетте болады. Экстраверт адам жанжал туындаған жағдайда тез сөйлесуі немесе іс-әрекет жасауы мүмкін. Кейде шешім шығармас алдын ойланбастан іс-әрекетке баруы мүмкін. Ал интроверт адам үшін іс-әрекет жасау үшін алдымен ойлануға уақыт керек, және ол үшін кикілжіңнің жанжал қысымдылық жасайды. Яғни осы арқылы біз жаңағы интроверт пен экстраверт адамның айырмашылығын көре аламыз. Яғни мен үшін осы кішкентай уақытта барлық тұлғаның іс-әрекеті туралы айтып шығу мүмкін емес, әрине. Бірақ сіз жоғарыда бір түрдің, яғни осы интроверт пен экстраверттің іс-әрекеттерін оқығанда бір-біріңнің айырмашылықтарыңды, ұқсас жақтарыңды қалай салыстырулықпен қарау керек екендігін ойланып, осы ерекшеліктерден барынша пайдалы жағын қолдана аласыздар. Әртүрлі мінез-құлықпен, әртүрлі табиғи болмысқа иеміз. Сондықтан да үйленбей тұрып, достық кезеңінде бір-бірлеріңізбен ашық, бір-біріңізді тануға көп көңіл бөлген дұрыс. Мен бүгін айтып кеткен осы кішкене ғана осы экстраверт пен интроверт адамның айырмашылығы туралы айттым. Ары қарай сіздер де осы тақырыпта бір-бірлеріңізбен сөйлесіп тереңдете аласыздар. Рахмет, осы тақырып мен жастар үшін үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.